Марк Мэнсон. Бәріне қолыңды бір сілте, немесе өміріңді жеңілдету өнері. Әрекет ету принципі. 2008 жылы мамандығым бойынша 6 апта жұмыс істегеннен кейін интернет арқылы кәсіп істеу үшін онлайн бизнеспен айналыстым. Сол кезде мен не істеп жатқанымды түсінбедім. Бірақ тағдырыма кедей болу жазылған болса, онда өзіме ұнайтын жұмысты атқарып жүріп, пақыр, сормандай болғаным абзал деп ойладым. Сонымен қатар, осы уақытта мені қыздармен кездесу мәселесі қатты толғандырды. Сондықтан, неге кездесулерім жайында блог жүргізбеске деп ойладым. Өз-өзіме жұмыс істеген алғашқы күні таңертең бойымды қорқыныш сезімі биледі. Ноутбугымның алдында отырып, алғаш рет қабылдаған шешімім мен оның салдарына да толығымен тек өзім ғана жауапты болатынымды түсіндім. Веб-дизайн, интернет-маркетинг, іздестіру жүйелерін оңтайландыруды үйрену мен өзге де эзотерикалық мәселелерге жауапты едім. Барлығы менің мойнымда болды. Сондықтан мен жаңа ғана жұмыстан шығып кеткен, не істеу керектігін білмейтін, кез келген жас жігіттің ісін жасадым. Ноутбугыма бірнеше компьютерлік ойынды жүктеп алып, жұмысымды атқарудан бейне бір Эбола вирусына тап болғандай қаштым. Апталар өтіп, шоттағы ақшам таусыла бастаған кезде, бизнесті жүргізу үшін өзімді күніне 12 немесе 14 сағат жұмыс істеуге итермелейтін қандай да бір стратегияны ойлап табу керек екенін түсіндім. Күтпеген жерден есіме бір кеңес түсті. Мектепте жоғары сыныпта оқып жүрген кезімде математика пәнінің мұғалімі Паквуд мырза былай айтатын: «Сені қандайда бір проблема тығырыққа тіресе, қол қусырып отырма. Проблема жайында ойланып, онымен жұмыс істе. Тіпті не істеп жатқаныңды білмесең де, проблеманы шешуге тырысқаныңның нәтижесінде міндетті түрде басына дұрыс идеялар келеді». Алғаш жеке кәсібімді бастап, аяғыма тік тұрып кеткенше, әрбір күнім қиындыққа толы болды. Тіпті әрі қарай не істерімді білмей, әрекетімнің нәтижесінен қорыққан кезімде Паквуд мырзаның кеңесі сап есіме түсті. Мен оның үнін құдды бір мантра сияқты естідім. Қол қусырып қарап отырма. Бірдеңе жаса. Жауабы өздігінен туындайды. Паквуд мырзаның кеңесін қолданған кезімде мотивацияға қатысты маңызды сабақ алдым. Дегенмен, бұл сабақты меңгеруіме 8 жыл уақытым кетті. Бұл кезден өтпей қалған өнімдерді шығаруға, газетке адамның күлкісін келтіретін кеңес беретін айдар ашып, материал жазуға, достарымның үйінде тұруыма, 100 мыңдаған сөз жазуға, әдетте олардың біразын оқығанда емеспін. Несиемнің пайыздық көрсеткіші жазылған банктік есепшоттардан, әбден қажытқан азапты жылдардан құралды. Бірақ мен өмірде бұдан да маңызды нәрсе бар екенін аңғармадым. Әрекет мотивацияның нәтижесі ғана емес, оны тудыратын себеп. Көпшілігіміз мотивацияны сезінген кезде ғана шынымен көңіл бөліп бір әрекет жасаймыз. Ал мотивацияны біз тек эмоционалды тұрғыда шабыттанғанда ғана сезінеміз. Мұны процесті тізбектегі реакция сияқты көреміз. Бірінші, эмоциялық тұрғыда шабыттану, екінші мотивация және қалаған іс-әрекет. Сен қандай да бір істі жасағын келеді делік, бірақ ешқандай мотивация мен шабытты сезінбегендіктен көңілін түсіп, мұнымен ештеңе істей алмаймын дейсің. Эмоционалды тұрғыда көңілің қатты көтерілген кезде ғана диваннан тұруға итермелейтін стимул пайда болып, бір әрекет жасайсың. Шын мәнінде,
Мотивация үш сатылы тізбек емес. Аяғы жоқ цикл. Мысалы, шабыт, кейін мотивация, одан әрекет, қайтадан шабыт, қайтадан мотивация және қайтадан әрекет. Тағы солай жалғаса береді. Негізі жасаған іс-әрекеттеріміз бойымызда жаңа эмоционалды реакцияларды қалыптастырып шабыттандырады. Осылайша ақыр соңында олар келешекте әрекет жасауымызға мотивация болады. Осы білгенімізді ескеріп, көзқарасымызды келесі жолмен өзгерте аламыз. Әрекет, шабыт және одан кейін мотивация. Егер өміріне маңызды өзгеріс әкелгің келсе, қарап отырмай әрекет ет. Кез келген іс-әрекетті жасап, оның әсерін өзіне мотивация беру үшін қолдан. Мен мұны әрекет істе принципі деп атаймын. Бұл принципті бизнесімді жүргізу үшін қолданғаннан кейін, оны жұмысқа қалай тұрсам болады, немесе жігітіме оны ұнатпайтынымды қалай айтсам екен дегенге ұқсас, стерео жүйелік сұрақтарды жаудырған оқырмандарыма кеңес ретінде айттым. Өз кәсібімді бастаған алғашқы 2 жылда не істеуім керек деп қатты абыржығаннан, барлығын оп-оңай кейінге қалдыра беретінмін. Содан апталап, түк бітірмейтін болдым. Дегенмен өзімді аз да болса, бірдеңе істеуге көндірсем, үлкен міндеттер әлде қайда оңай болып көрінетінін аңғардым. Маған веб-сайттың дизайнын өзгерту керек делік. Өзімді жұмыс істеуге әзер дегенде көндіріп, тап қазір веб-сайт айдарының тақырыбын өзгертемін деймін. Сөйтіп айтқанымды істеген соң, сайттың басқа бөліктеріне кірісіп кеткенімді байқамаймын. Содан кейін бойымда бүкіл жобаны жасауға жететін күш пен шабыт пайда болатын. Тим Феррис бір жазбасында 70-тен астам роман жазған жазушы жайында айтып өткенді. Ол да америкалық жазушы. Шабытын мен мотивациямды жоғалтпай, осынша кітапты қалай жазып жүрсің деп сұрағандарға жазушы. Күн сайын бар болғаны 200 сөз жаздым деп жауап берген екен. Яғни ол күнделікті өзін 200 сөз жазуға көндіріп, ал үстелге отырып іске кіріскен кезде процестен шабыттанып, 200 сөздің орнына 2000 сөз жазғанын байқамай қалған. Әрекет ету принципін ұстанғанда сәтсіздіктің маңыздылығы жойылады. Сәттіліктің стандарты әрекет болған кезде әрбір қол жеткізген нәтиже прогресс ретінде қарастырылып, өзіндік маңыздылыққа ие болады. Ал шабыт қажетті шарт емес. Сый ретінде қарастырылған кезде алға қарай жылжимыз. Сәтсіздікке салмақтырақ қараймыз. Ол бізді тоқтамай, әрі қарай жүруге итермелейді. Әрекет ету принципі бізге прокрастинацияны еңсеруге көмектесіп қана қоймай, жаңа құндылықтарды қабылдауымызға түрткі болатын процесс. Прокрастинация кейінге қалдыру процесі. Егер сен экзистенциалды бұрқанған дауылдың эпицентрінде болсан, барлығы мағынасыз сияқты көрінсе, өзіңді бағалайтын өлшемдерін түкке тұрғысыз болып, әрі қарай не істейтініңді білмесен, жалған арманның соңынан қуғаныңды түсініп, ең жақсы бағалау өлшемдерін қажет етсен, мұның барлығының бір ғана жауабы бар. Әйтеуір, әрекет етуін керек. Қандай да бір жөні түзу іс-әрекет, шамалы болса да қисыны бар талпыныс, жоғарыда айтылған әрекет болуы мүмкін. Мысалға, сен менмендігіңді көрсетіп, басқалармен қарым-қатынасында өзіңді тәкаппар ұстадың делік. Тым асқақтап кеткеніңді аңғарып, оларға мейірімділік танытқың келеді. Бірақ қалай? Неден бастайсың? Ол үшін ең алдымен қарапайым әрекеттен бастау керек. Біреудің проблемасын тыңдап, оған көмектесуге тырысуды өзіне қағида ет. Тым болмаса бір рет солай жаса.
Немесе келесі жолы келеңсіз жағдай орын алған кезде өмірімде осындай проблеманың туындауына өзім себепкер болдым деп есептеймін деп уәде бер. Жай ғана осылай істеп, бұдан не шығатынын байқап көр. Әдетте мұның өзі жұмаршақ қардың дөңгелеуіне жеткілікті. Әрекет мотивацияның туындауына түрткі болады. Яғни шабытының себепкері де өзің бола аласың. Осылайша өз-өзіңді мотивациялап, әрдайым әрекеттің көмегіне жүгінесің. Егер әрекет ету принципі сәттілігінің жалғыз өлшеміне айналатын болса, тіпті сәтсіздіктің өзі сені алға қарай итермелейді.